Сәлем, бүгін такашы тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жүзім жапырағы керек, үлкендеу пияз керек, 1 килограмм фарш және 1 килограмм күріш керек. Жуылған күрішіміздің үстіне фаршты саламыз және оған майдалап 4 бүріштеп пиязымызды турап салатын боламыз. Фаршымыз дайын. Енді банканы ашып, ыстық суға салатын боламыз. Жапырақты ыстық суға жуып, шайып, тазалап аламыз. Осылай суға бұқтырып қоямыз 5 минутқа. Фаршымызға тұз бұрышымыз салып, араластырамыз. Такашыны жеу тәсілін көрсетейін сіздерге. Ол үшін бізде жапырағымыз бүтін болу керек. 1 қасық фаршты алып, жапыраққа саламыз. Онан соң арт жағынан бір рет қайырып, жан жағынан күріш шашылып кетпеу үшін жан жағынан қайырамыз. Бас жағын ұстай отыра домалатамыз. Міне осындай кішкентай такаш шықты. Енді сіздерге эксперимент ретінде жыртылған жапыраққа түйіп көрсетем. Олай жасап жүрмеңіздер, себебі ішіндегі күріш шашылып кетеді. Түйіп жатқан жапырақтарыңыз жыртылып қалса, тастауға асықпаңыздар. Келесі жапырақтың жетпей қалған жерін жамап жіберіп, орап жіберуге де болады. Тағы бір рет көрсетейін. Фаршымызды салып, бас жағынан бір ораймыз, жан жағынан қайырып, алда қарай домалату арқылы такашымыз шығады. Такаш тамағы дайын болды. Енді оған біз подлив дайындайтын боламыз. Пияз бен картошканы турап аламыз. Пиязымыз сәл қызарғаннан кейін үстінен картошка саламыз. 1 қасық кішкентай қасықта томат салсаңыздар болады. Тамақтың дәмін кіргізу үшін. Қуырылғаннан кейін үстінен су құйып, такашымызды тізе бастаймыз. Осындай ретпен бір-біріне жақын орналастыру арқылы ақырын тереміз. Осылай такашымызды толық тіземіз. Такаш кішкене суға батып тұру керек. Сол себепті үстіне су құямыз қазір. Одан кейін 1 қасық тұз салып, шашып бетіне. Бір қайнап шыққаннан кейін 45 минутқа бұқтырып қоямыз. Қазанның бетін ашпаймыз. Вуаля, піскеннен кейін дәмі өте керемет. Дайындап көрсеңіздер болады.